Мен сіздерге тағы бір хақиқатты айтпақшыман. Бұл 2024 март айында болған уақия. Біздерде не қылады? Бір хақиқатты айтып шықсаң, хақиқат үшін жорып күрессең, сені тек 15 суткі, я 5 суткі, я 3 суткіге басады. Сол айтқандай, мен жоғары кеңестің алдында шауқым шығарғаным үшін, һәм де бір біраз хақиқатларды айтқаным үшін, шыдамай жарылғаным үшін, мені 5 суткіге басты бұлар. Март айында. Келеде қалың жемпірімді киіп кетіппен. Үйіме келдім, оны білдім. Мені балаларым үйден әкеткенді көрмесін. Мен қоңсының үйіне барып отыраман 11-ші айға. Сол жерден алып кете ғой. Мен бірінші күнге дейін 3 күн күте алмайман. Бүгін 5-ші күн ба, мені апаратын жаңа мұңайып қалмасын. Мен 11-ші айға бараман, сол жерден мені алып кетқане. Болатын зат болсын қане. Соң менен яқшы апа деді, сөйтіп абат 11-ші айға келді. Сөйтіп абатпенен сектор басылығына апарды. Сектор басылығы өзінше әр затты қопаланып айтты маған. Жаңағы, сенде бұл не күш, ана мынау, тағы бір зат. Соң менен бірінші күні мен апарып басты. Бірақ бірінші мұздай қарам, тек сені қақайтып қойып, беліңді майырады бұлар. Отырғызбайды. Бірақ мен ескерттім, мен өзімді өзім сұқыр тағып қойыппан. Маған қолыңыз үшін тигіз алмайсыз. Тигізсеңіз, өздеріңіз мемлекет алдында жауап бересіз. Дегеннен кейін оның да үні өшті. Сөйтіп тек қана маған бірінші күні қиналдым. Қатты кондиционерді қойып, мен суыққа қойды бұлар. Қатты суық. Тік аяққа қойды, суыққа қойды. Соң менен ертеңіне менің бір танысларым бар еді Москвадан келген. Солар келіп хабарласты. Балам айтқан. Келіп мамыр қамақаның басынан хабарласқаннан кейін менің 4 күнім курорт болды. Бірақ қасыма құлақ қойды. Бір қыз келді ертеңіне. Мен өткенмен, беткенмен мен алдамақшы болып, сонда істегенне әкеп қасыңызға қосты деп. Ол маған үйретпей қойсын. Соң мен сөйтіп 4 күн ана қыз көріп қалдым. Соң мен балаларым, мама, қоя қой, ашпам үшін, енді олам тыныш жатсын, сізде бұлар тағы бір зат қылып жүрер сізге, қоя қой, мама, деп. Біздер, сіз